Енді қалай зорлаймын мен, махаббат болмаса балам зорлап үйлендіре алмаймын ғой. Әйтпесе үйлендірсем, баяғыда қанша подружкамның қыздарымен таныстырдым, үйленсе баяғыда үйленіп кететін еді ғой. Махаббат жоқ болса қалай үйленеді? Құдайдан махаббат жүрегіне тілейміз енді. Тәуіржан, ақыл бар тентек ол жігіт дейді. Енді ақыл бар тентек қой, бірақ әлі ұшып жүр ғой ол. Ал енді сау болыңыздар. Біреуді ит десе, ана Аллахқа ит болып көрінеді екен да. Мысалы, қазір бір әйел ма, еркек па білмеймін, сазарып деген жазды да, байғұс сазарып отыр да, ішінің бәрі сазарып, сары іріңге айналмаса болды да, ренжімеймін. Алла оған да ем берсін. Сауығып кетіңіздер. Рахмет күлдеріңізге. Мен Атырау қаласына тойға барамын, жаңа жылдық кештер болса, оған да барып ән айтамын. Рахмет күлдеріңізге. Ән айтыңыз дейсіз ба? Күшті бір ән айтамын, жарқ ет салып беремін. Көптен бері ән айтпағамын. Көптен бері ән салмай кеттім. Өйткені ауру адамдармен жұмыс істегенде айттым ғой, той-тойлап, рахмет, той-тойлап, дастарханды біреу жей алмай жатқан тамақты көрсетіп, неге салуым керек деп, тойға барғандарымды онша салмай кеткем. Құлышқаштың қыздары күліп отырып жеңеді дейді. Енді негізі олардыға күлмеуіміз керек та? Кім болсын? Ағасыз ба, інісіз ба, кімсіз? Негізі анандай ауру адамдарға күлуге болмайды. Оларға кішкене аяушылықпен қарауымыз керек. Бірақ біз аямай-ақ қояйық, Құдай аясын. Дауысың еркелеп шығады дейді. Сәлем, ұлың қайтты ма? Қазір енді ұлыммен сөйлесейін. Қызылордадағы қабылдауға жазылыңыздар. Атырауға, жаңа жылдық кештерге, тойға бара жатырмын, ән айтуға, тапсырыс қабылдап қойғамын. Әпкем болдыңыз ғой, құлшығаш болсаңыз дейді, бриллиант қыз. Бауырмалымыз ғой біз, бауырмал. Қазақтың бәрі бауырмал, бірақ ана руластарымыз тіпті. Ой-бой, бұл қыздың дауысына 92-ші жылдан бері ғашықпын дейді. Рахмет. Сол енді 7 жыл атқарған, аурулармен атқарған жұмысым сауапты болсын. Ән айтқанымды қалап тұрған адамдарға әнмен де барам. Өзінше менсінбей қалған құсамай, әнмен де барайын деп тұрмын. Құдай қаласа Атырау қаласында 24, 25, 26, 3 күн боламын. Атыраулықтар, жаңа жылдық кештеріңіз болса, шақырсаңыздар болады. Қасымда балам болады, бірақ кіші балам, үлкен баламды да шақырып еді ән айтуға. Ол, мама, мен үлгере алмаймын деді. Мен үлкен баламды мені ән айтуға шақырды, бірақ Тәуіржан, мама, белгісіз келе алмаймын деді. Сонымен Тілек менің мобилографым болып барады, көмекшім болып. Атырауда мен бір керемет әулетіне үлгі болған, бауыр болған бір қыз әпкесінің тойына шақырды. Сонымен қосымша жаңа жылдық кештерге барып ән айтамын. Тілеужан Жақановна, Қарағандыға кел, ән сал дейді. Қай числода барайын? Қай числода барайын Қарағандыға? Айгүлге қарсы болдыңыз ба негізде? Мен Тәуіржанның қалауына қарсы болмадым. Тәуіржан ішкі рухы кімді қабылдап кімге ғашық болады, соған үйленеді. Солай, бұл жауапты мен баяғыдан айтып келе жатырмын. Дауысыңыз жағымды дейді. Рахмет. Айгүлді қызыңыздай поддержка қылып жүріңіз дейді. Поддержканы біз қыламыз. Біз Тәуіржан да мен де адамға жамандық ойлайтын ондай адам емеспіз. Қалай сіздер бізді білмейсіздер? Біз адам баласына жамандық жасайтын адам емеспіз.
Жазираның әпкесімін. Тәуіржан тентектеу болып кімге тартқан? Тәуіржанның жақсы жағы біздің әкемізге тартқан мейірімділігі, ал анда шошаңдап кететін өзінің апасына тартқан. Әйтпесе мен апасымен бірге тұратын бетім деймін да. Не, сіз жақсы адамсыз. Қалай байқамайсыздар? Бәрі байқайды, біліп тұр ғой негізі. Жартысы біз жаққа, жартысы өзінің апасына тартқан ғой. Сол. Ал енді сау болыңыздар, хат жазыңыздар. Ужас дейді. Керемет жансыз Ләззат әпке, рахмет, керемет. Сіз керемет жансыз, сіз де жаңға Айгүл керемет болар еді дейді. Бізде ақшам намазынан асып кетті ғой деймін. Рахмет, менімен бірге болғандарыңызға. Қызылордаға жазылам десеңіздер жазылбаңыздар. Қызылордада кездескенше. Қызылорда, одан кейін Атырау қаласында әнмен барам, еммен бармаймын. Әнмен барам. Сау болыңыздар. 614 адам отырсыздар. 614 адамның жүрегі қуаныштан соқсын. Бүгін қуанышты хабар келсін. Жүректеріңізді басып жіберіңіздер, мен эфирді аяқтаймын. Аумин дейді. Аумин. Жүрек қуаныштан соққанда көп аурулар кетеді ғой негізі. Осы соққан жүректеріңіз қуаныштан дүрсілдеп, керемет жаңалықтар, жаңа мүмкіндіктер келетін болсын. Аумин. Өскеменнен сәлем дейді. Өскеменге сәлем. Ал сау болыңыздар.